Навальстардың әлі дауысы жоқ. Қош келдіңіздер. Сабақ? Жоқ, бірден сіз финалдасыз. Бұл жаққа қарай келдіңіз. Так, в общем, қыздар былай. Жаңа ғана ерте келген үшін Асыл ханым 30 мың теңге ұтты ғой. Сіздерге де 30 мың теңге ақшалай сыйлық бар. Оны алатын ең ерте тұрып, енесіне шай беретін келінге. Құдайдан қорқасыңдар ғой, шындықтарын айтыңдар да күшті. Саламатсыз ба? Қатты күлдіңіз ғой сіз. Ұйқыны жіберетін сияқтысыз. Саламатсыз ба? Қанша жыл? 16 жыл, браво. Неше тұрасың? 9-да? Құттықтар. Сізге отыра беріңіз. Қанша жыл? 6 жыл. Неше тұрасың? 11-де? Анау, бір үйде тұрасыңдар ғой бәрің, таң ата ол кісілер тұрып, кухняда бірдеңе газ құйып, шай ішіп жатқан кезде соны естіп, жата бересің ба? Естімеймін ғой. Өзі естімейсің ба? Машалла. Анау сізге Алла қаласа сразу ұшынға тұр. Әбет өздері істейтін шығар да? Саламатсыз ба? Қанша жыл? 2 ай? Қытай! Мынау балмыздақ! Бұлар ұйықтамайтын шығар. Неге деп сұрамайды, бе? Неше деп тұрасыңдар? Так, неше тұрасың? Әртүрлі, нервыма тимеменің әртүрлі. Бір түрлісін айтшы болды. Неше тұрасың? Енем жұмыстан. Нешеде тұрасың? 9-да? Сенен айтшайшы қойсын. Молодец. 2 айда 9-да тұрып атса, бұл ертең 6 жылда 2 күн ұйықтайтын шығар. Саламатсыз ба? Қанша жыл? 5 жыл. 5 жыл. Неше тұрасың? 8 жыл. Құдай, сенің өзің күшті оқып қалдың. 8-де тұратындарға шүкір етіп қалдық қазір. Шай нешеде бересің? 9-да бересің. Жай сөйлеп бір ұрып қинап жүрген жоқ па? Саламатсыз ба? Қанша жыл? 20 жыл. Неше тұрасың? Жұмыс күндері ма? Мен өйтіп маған вақты қылып алмаңдар ұйқыларыңды. Ал? Жұмыс күндері. Ал демалыс күндері? 8-де. Шай нешеде бересің? Тұрған енді. Отырайық еді. О қада айтады, енен қашан? 8:30-да? Өтірікті ұртты ғой. 6:30-да дейді, 8:30-да. Жұмыс күндері дейді. Насылсыз. Ну, 20 жыл. Я тоже молодая стерва, поняла меня, холмовой. Баранчық. Мен, ау. Қанын өлтіреді болса. Саламатсыз, қанша жыл? 15 жыл. Неше тұрасың? 10-да? Тілің жер қазған қаттар құтырған екен. Бір алтта тұратын қаттарды көрмедім мен мөн жерде. 10-да тұрасыз. Өз завтра ішіп алады шығар. Сенен кейін тұратын қылып тастадың ба? Сізге рахмет. Қанша жыл? 15 жыл. Неше тұрасың? 7-де. Құдай-ай, Құдай-ай. Қазір тұрады шана, Құдай. Саған, отырайық. Сен ұйқыдан тұратқанда, бұл кісілер шай ішіп жатады. Шай нешеде бересің? Өздері ішіп. Ай, құрсын-ай. Біреу қабылдау деп атыр едім. Өздері ішіп дейді. Не үшін сен бөлек ішесің бе сен? Ерте ішіп кетіп қалды ғой. Олар ерте ішіп кетіп қалады. Өздерінен көрсін да ерте тұрған. Адам құсап, 9-да тұрмай ма? Бар енді орнына. Саламатсыз, қанша жыл? 15 жыл. Неше тұрасың? 8-де. Өтірік айтшы. Өтірік айтасың. Точно 8 тұрасың. Шай нешеде бересің? 8-де. 8-де тұрасың, 8 шай бересің. Тефальмен бірге оянасың ба? Жоқ, 8-де тұрғаннан кейін жуынып, шайдап, шамалы. Онда жуынбайсың. Жуынбайсың. Саған, отыр. Бері қарай, жақтай беріңіз. Ассаламу алейкум. Ой, сен ерте тұрады шығарсың енді. Қанша жыл? 6 ай. 6 ай? 6 жыл? 6 жыл. Неше тұрасың? 9. Хиджаб істемей ма? Не рабочий хиджаб ба? Жетте тұрып қайтыңыздар. Өтірігіңді өйтіп бар ғой. Мен аласында Құдайды алдай алмайсың. Қанша жыл? Неге? Ұйқын түмін түсіреді сияқты. Жаңа бір бесте тұрған сияқты осы тойға.
ойнайды. Қанша жыл? 5 жыл. Неше тұрасың? 9-да. 9-да, 10-да? Кете бересің ба? 9-да, 10-да, 11-де? Молодец. Сондай жезқазған. Күшті маған. Саламатсыз ба? Ау? Маған да аласың? Молодец. Понятиясы бар екен, понятиясы бар екен. Неше тұрдың? Бүгін ба дейді. Бүгін нешеде? Бүгін есімде жоқ. Неше сағатқа қарамай шығарсыз. Ау? Бақытты қыз. Алла разы болсын, бақытты болыңыз. Рахмет. Қанша жыл? 2 жыл. 2 жыл. Неше тұрасың? Өтірік айтпай ақ қойдым, 12-де тұрмын. 12-де? Қызылордадан келген құдалар қайда? Құдалар! Құдалар! Ей, жаным, жерлестерім, қызылордалықтар! Каждый келіндер бар ма жерде отырған? Іштерің ашып атқан шығардан балардың 12-де тұрам дегендер. Бізде қызылорда таң сағат 5-те тұрады бұлар. Сен қызылордасың ба? Кетші! Бұл іші мен қармақшылық. Құдалар! Сіздердің қыздарыңыз дұрыс жерге келді. Жезқазғанда ерде тұратын қатын жоқ. Қыздарыңыз самал ұйықтайды, уайымдамаңыздар. Қармақшылықсыз ба сен? Аман. Тамасы, қанша жыл? 9 жыл. Неше тұрасың? 8-де. Шайда? 8-жарымда. Алыс тақылдап тұрады екен. Құдай қарай шығыңыз сіз. Қанша жыл? Неше тұрасың? 9-10-да. Бір уақыт айтсай, 9 еді 10. 9-10. Ұнау атыр маған. Ертең қызды болсам Жезқазғанға ұзатып шығарым. Саламатсыз ба? О! Ең әдемі әйел қандай әйел? Аяқ ауыр әйел. Бір қошеметтен қойыңыз. Кім істер? Қай жақта отырсыз деген? Ей, жаң брат, красавчик. Қанша жыл? 5 жыл. Неше тұрасың? Жұмыс күндері. Маған өйтіп вақытты қылмашы. 8-де ал негізі барлығымыз сол 9 жылға айтамыз. Демалыс. Шайды кім береді? Молодец, шайды өзі береді. Жұмыс өздері, андекелдері. Онасы сізге отыра берсеңіз болады. Саламатсыз. Қанша жыл? 18 жыл. Неше тұрасың? 7-де тұрасыз? Шында? Шайды? 9-да неде ішеміз бар. Браво. Сіз осы әулеттің келінісіз ғой да? Сен өзің әкелген сыйлығын өзің алмай шығарсың, кете берсің. Алла разы болсын, бар екен ондай кісілер. Саламатсыз ба? Қанша жыл? 37 жыл. Ойбай, 37 жыл. Неше тұрасыз? 6 жарымда. Ойбай. Міне жақта тұр екен ғой өздері адамдар. 6 жарым. Әлі ма? Шайды? 6 жарымда тұр, дәрісін беріп, дәрісін алып, содан ұстайды. Машалла. 6 жарымда тұрып, дәрісін беріп деген кезде жүрегім зың еді ғой. Апа, Алла разы болсын, сізге 37 жыл үшін аман жүріңіз әрдайым. Сіз кеткен жоқсыз, әлі финалдасыз, осы жерде тұра беріңіз. Құдашаларға бір қошеметтеп қойыңыздар. Қанша жыл? 14 жыл. 14 жыл. Неше тұрасыз? 6 жарымда. Шайды? Шайды 7,5-8-ге таман. Малды нен жайға қойған. Ойбай, еще мал бар ма? Нешеу? Малды санын айтмайды. Енді нешеу? Сауыт бірдеңе деп баршыда. Сиыр нешеу бар, сауат? Үшеу бар, бірақ біреуін сауыт. Біреуін, екеуін демалысында да? Бір сиырдан неше литр сүт? 3 литр. 3 литр. Свежий сүтпен қаймағымен шай бересің. Браво. Қанша жыл? 15 жыл. Неше тұрасың? 6-да. Ох, шайда? 5 жарымда сыйымда айтамын. 6-да ішеміз. Сен қалай болып кеттің? Неше литр? 6-да тұрам. Алтта тұрам дейді, 5 жарымда сиырды айдап келем дейді. Айдап келем, 6-да ішеміз. Неше тұрасың? 5 жарымда ғой. 5 жарымда сиыр айдап келем, 5 жарымда тұрам дейді. Не дейді мынау? Сен есің жи, сестра, есің жи. Бұл уақыт сауат. Жоқ, нешеде тұрасың бірінші? Жарымда тұрам. Сиырды сосын Айдап келем. нешеде? Сол 5 жарымда ғой. Не ішіп отыр официанттар?
5 жарымда тұрған 5 жарымда сиыр айдап келіп. Неше сиыр? 2. Сауасың. Иә. Неше литр сүт? 2 литр, 3 литр сүт. Екеуінен ба? Екеуінен. Сөйтіп келіп шайды? Алтта ішесің. Жарты сағатта бәріне қалай өлгереді? Қайыр, сізге, бір сыйлық. Сізге, апау жаным, отыра берсеңіз болады. 5 жарымда тұрады, 5 жарым сиыр айдай дейді, бүйтем дейді. Келіңіз, отыра беріңіз. Құдашаға бір қошеметті қойыңыздар, ортаға. Құдашаға шабала. Құдаша, есіміңіз кім? Гүлнұр, жаңа ғана Асыл ханым ерте келген үшін 30 мың теңге ақшалай сыйлық ал. Енді сізге де 30 мың теңге ақшалай сыйлығымыз бар. Оны кім бірде отырған шығарсыз? Осылайдың главный спонсоры. Кім деп ойлайсыздар? Асыл ханымға қошемет. Бағанағы 30 мың қайда? Қайтаратын уақыт кет. 30 мыңды молодец. Асыл ханым аман жүр. Ешкім маған бермейді. 30 мың теңге бір ма? Иесіне тапсыра ғой. Сен шестойда тұрасың ғой, ол құдағи ғой. Қырылмасы ақыл өзің жезқазғанның келіндері қандай болатынын көрсетіп, өздері сыйластықтары мол екенін білдіріп, понятливый екенін білдіріп, жайлап ақшаны бере ғой. Аман жүр. Барса енді орын. Аққалас барада шақырмай енді деп қояды. Шақырмайын да. Бір сыйлық әкеліңіздерші. Как раз осы сыйлықпен керемет қып таңата шай дайындайсыз. Мынау сізге, және 30 мың теңге ақшалай сыйлық сізге. Енді сол инабаттада ибал келін атанып тұрсыз. Мына ақшаны алудың 2 варианты бар. А варианты, инабаттада ибал деген атағын ұстап ақша маңындасып кетесің. Б варианты, бетсіз болып осы ақша үшін келуге алып кетесің. Қайсың? Біздің Қызылордалықтың понятливыйын көрдіңіздер. Алла разы болсын, аман жүріңіз, тек қана сау болыңыз. Болды. Күйеуіңіз Тереңөзектің әкімі болсын. Біз өзім Қызылордалықтар түсінеміз ғой. Шестойдың қатындары ғой, қырдың шығарады. Ойнап айтамыз. Асылхан ойнап айтады. Күйеуім ашуланып қарап отыр ғой маған жоқ. Ой Алла. Тілекті десе ғой, біреу естіп алмайды ғой. Ақшаны қалтама салып отыр, бәрі қарап отыр ғой. Желеп піш-піш әңгіме кетіп отыр, қоң басып көріп ме? Алып отыр біз. Бұл ақша маған емес ағай. Кімге де отқан шығарсыздар. Бұл ақша маған емес. Қоса ғой. Ешкері қоса ғой. Мұна ақшаның өзінің егесі бар ағай. Жо маған без. Бұл ақша негізі подарка. Бүгінгі түскен келінге. Этот деньги от меня. Келін жанда ұят жоқ. Артып алды қолымнан. Қайтара ғой ақшаны. Еңбегің жоқ бұл жерде. Сәулем мамам қайдеге. Сәулем мамам бар беге. Мамамызға қошемет. Айқай шулар қайдеге. Мама, екеуміз құда болып отырмыз. Мен де Қызылордалықпын. Мама, бүгін осы қаншама жерден, Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп, барша халық өзінің ақ тілегін арнап, қалтасынан ақшалай сыйақы беріп отқан кезде мен де қарап қала алмадым, мама. Қалтамдағы соңғы 30 мың теңге берейін деп тұр, мама. Мына 30 мың теңге осында қызмет етіп жүрген барша официант, музыкант, фотограф, видеограф, тамадының атынан сізге алмайтын шығарсыз. Ешкім алмайды, не дейсің енді, асыл неге маған ренжіп қарап отырсың? Ойнап айтам, құрметті ағай, мына ақшаны азеке орныңыздан тұрып қойыңызшы. Азаматтың өзіне табыс